Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Мен сіздермен бүгінгі дайындайтын асыммен бөлісейін деп тұрмын. Бір кішкене ет турап алдым. 4 бүрішті қылып, қалай турасаңыздар да бәрібір. Соломка қылып турасаңыздар да болады. Бір сладкий перец алдым. Осындай қылып турап алдым. Бір жарты пияз алдым. Тұздалған капустадан алдым 1 кеседей. Турап алдым ұсақтап. Одан кейін мынандай домашняя лапша деген магазиннің кеспесі. Мынандай. Содан 3 алдым. Қазір лапшамен тамақ дайындаймыз. Соевый соус, қызыл бұрыш, тұз керек. Бұл тамақтың бір дайындау ерекшелігі, қазір осы кеспемізді бірінші табамызға май құйып қуырып аламыз. Осы күйінде. Неке осындай біраз табамызға май құйып алдық. Енді лапшамызды қуырып аламыз. Екі жағын. Өстіп лапшамыз қызарған кезде екінші жағына аударамыз. Осылай екінші жағында осылай қызартып қуырып аласыздар. Екінші жағда қуырылды, енді лапшамызды аламыз майдан. Енді міне қазанымызға жаңағы лапшаны қуырған майдан 1-2 чөміш құйып алдым. Енді етін саламыз. Етін жақсылап қызартып қуырып аласыздар. Тауықтың етімен дайындауға да болады. Өте дәмді тамақ болады, тез дайындалады. Енді тұздалған капустамызды саламыз. Тұздалған капустамыз болмаса, свежий капустаны турап, бір кішілеу сәбіз турап қоссаңыздар болады. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша. Үлкен қып турайсыздар ма, ұсақ қып турайсыздар ма, бәрібір. Кішкене қасықтың ішімен қызыл бұрыш қосам. Перецімізді саламыз тәтті. 2 қасықтай соевый соус қосам.
жарты қасықтай тұз қосам. Тұз одан кейін су құйғаннан кейін кішкене қатып көріп тұрасыздар. Енді бір кішкене су құямыз. Етіміз бір 20 минуттай пісу керек кішкене. Одан кейін бетіне лапшаны саламыз. Бетіне лапшасын салып, тағы бір кішкене су құйсақ болады. Тұзын татып көресіздер. Бір 10-15 минут қайнатамыз лапшамызды. Қарап тұрасыздар ғой, піскен кезде аласыздар. Тамағымыз дайын болды. 15 минутта дайын болды. Енді қазір сіздерге салып көрсетейін қалай болып пісті екен. Осылай менің рецебім бойынша дайындап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп кетіңіздер, лайк басып, комментарий жазып. Мінекей, лапшасы керемет болыпты. Тура лағман сияқты керемет болыпты. Қазір подливін құяйын. Осылай дайындап отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мінекей, құрметті көрермендер, өте керемет дәмді ас болды. Осылай дайындаңыздар. Мінекей, лапшасымен, подливімен. Астарыңыз дәмді болсын.